Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерменен дәл осылай артта тұрған фонды қалай удалить етуді сіздерменен үйренетін боламыз. Яғни бұны біз CapCut бағдарламасында автоудаление және де хромакей деген инструменттер арқылы дәл осы фонды осылайша қалай жою керек екенін және дәл осы фонның артына кез келген бір фонды таңдап қою жайлы сіздерменен сабақ өтетін боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ал енді экранға жайғасып алыңыздар. Біз видео сабақтарымызды бастаймыз. Мінекей біз өзіміз таймлайнға осылайша видеомызды тастап алдық. Енді видеоның үстінен басамыз және мына жерде удалить фон деп тұр, және мына жерде 3 инструмент тұр, яғни мына төртіншісі бізге недоступны болып тұр. Хромакей, удаление с параметрами, автоудаление деп тұр. Бұл біз мына жерде хромакейді басамыз, және мына көріп тұрған болсаңыздар пипетка шықты. Енді осы пипетканы өзімізге керек емес фонның үстіне осылайша қойсақ, бұл автоматты түрде сол фонды жойып жіберетін болады. Яғни бізге керек емес түс мына жасыл түс. Сосын жасыл түстің үстіне осылай пипетканы қоямыз. Мына жерде интенсивностьті осылайша настройка жасау арқылы 80-ге қойып қойсақ та болады екен. Мына жерде очистка краев деген екі функцияны қосып қоямыз. Мінекей бізде автоматты түрде артқы фонымыз өшіп кетті. Енді дәл осы жерде мына жерде сіздер екінші видеоға мысал көрсетейін. Мінекей екінші видеоның үстінен басамыз. Мына жерде удалить фон және хромакейге кіретін болсаңыздар, сіздер мына жерде өзіңізге керек болған объектіні қиып алу үшін хромакей бұл жерде қиын болады пайдалану. Яғни хромакейді өздеріңіз бірінші видеода көргендей артыңыздағы фон однотонный фон болуы керек. Енді дәл осы жерде біз автоудаление фон дегенді бассақ, міне өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, бізге керекті объектіні өзі автомат түрде қиып берді. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл видео болып тұр. Бұл негізінде видео және удалить фон, автоудаление. Мына жерде енді обводка деген бар екен. Мінекей дәл осы обводканы осы өзіңізге керек фонға осылайша қойып алсаңыз болады. Және мына жерде настройкасын осылайша жасау арқылы өзіңізге керекті фонды қойып алуыңызға да болады деген сөз. Яғни өзіңіз көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде әртүрлі настройкалар бар. Дәл осы жерде осы настройкаларды өзіңіздің видеоңызға осылайша пайдаланып қойып алуларыңызға да болады деген сөз. Ал енді бұл көріп тұрған болсаңыздар, бірінші, екіншісі видео, яғни мынада хромакей бар, мынада хромакей жоқ. Енді дәл осы инструменттерді біз мына картинкаларға пайдаланатын боламыз. Яғни мына жерде өзіңіз көріп тұрған болсаңыздар, мына картинка, мына жерде мына картинка, яғни мына жерде артында сплошной фон, мына жерде ешқандай сплошной фон жоқ артында. Енді дәл осы жерде мына картинканың үстінен басамыз. Мына жерде удалить фонға кіріп, хромакейді басып, осылайша удалить етуімізге болады өзімізге керек емес фонды. Енді мына көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде интенсивностьті мен 80-ге қойдым. Мінекей енді бұл жерде көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде біраз өзімізге керекті болған фондарды жойып тастады. Енді біз бұны интенсивностьті осылайша 50-ге қоямыз. Енді өзіміздің немізге байланысты картинкамызға мына жерде очистка краев дегенде және картинканың фонын құртып тастап жатыр. Ендігі кезекте біз мына жерде дәл осы настройканы жасау арқылы мына көріп тұрған болсаңыздар, осы фон, жасыл фонды удалить етуімізге де болады. Енді ол үшін настройкаға кіреміз. Сосын мына жерде HCL деген бөлімі бар. Осы жерде жасылды таңдап, осылайша барынша 0-ге түсіріп тастаймыз настройканы. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына жерде мүлдем жасыл фон қалған жоқ. Дәл осылай істеу арқылы бізде профессионалды түрде осылайша картинкамыздың артындағы жасыл фондарды 0 қылып жойып тастауымызға да болады деген сөз. Ал енді мына жерде картинка тұр. Бұл жерде өздеріңіз білетіндей хромакейді пайдалана алмаймыз. Бұл жерде автоудаление фонды басамыз. Міне автоматты түрде өшіріп тастады. Мына жерде обводка өзіміз қалаған бір обводканы қойып алуымызға да болады. Енді мына жерде настраиваемые вырезание, яғни өзіңіз қалаған жерді кесіп, қалаған жерді кеспеуді дәл осы жерден істеуімізге болады. Яғни мына автоудаление дегеннің настройкасын осы жерде пайдалануға болады. Яғни быстрый кисть дейді, кисть ранее встретить дейді. Енді быстрый кисть деген бұл
сіз осылайша сіз объектіні белгілейсіз. Мінекей біз объектіні осылайша белгілеп қоямыз. Міне өзі автоматты түрде тауып алады. Мына жерде загрузка жүріп жатыр. Енді бұл жерде негізінде көріп тұрған болсаңыздар, онша істелмеді. Картинканың нақты қай жердің керек екенін таба алмады. Мына жерде настроить деген бар. Енді өзімізге керек емес жері болатын болса, мысалы мен кистпен осылайша сызып аламын керек емес объектіні. Енді бұл автоматты түрде өзі жойып тастады. Ал мына жерде керек емес болса встретить дегенді басамыз. Осылайша керек емес объектіні осылайша сызып тастауымызға болады. Яғни өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, керек емес объектіні осылайша сызып тастады. Және мына жерде көздің суреті бар екен. Осыны басып өзімізге керек фонды осылайша көріп алуымызға да болады. Мінекей, яғни өздеріңіз жақындатып мына жерде встретить дегенді басып осылайша өшіріп тастауымызға да болады. Мына жерде быстрое исцеление деген бар. Осылайша басамыз. Мінекей, біздегі нәтиже дәл осылай болып тұр. Мына жерде кист деген бар екен. Кист деген осылайша белгілейсіз. Бұл өзі автоматты түрде объектіні осылайша сіз кескен нәрсені тауып беретін болады. Ал енді барлықтарыңызға сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни сіздерге кішігірім көрсете кетейін. Кейінгі сабақта бізде наложение болады. Енді дәл осы фонның алдына менің видеомды қоюым керек болады. Ол үшін бұл главный дорожкада тұрады. Мына жерде мен мына видеоның үстінен басамын. Мына жерде наложение деген бар. Мінекей, наложение бұл яғни астына түсіп кетті. Енді дәл осылайша, міне дәл осылай артындағы фонды осылайша біз қоя алатын боламыз. Яғни бұл жерде керек болса осылай картинканы да осылайша қоюға болады наложение жасау арқылы. Міне наложение істедім, сосын мына жерге қойдым. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрсыздар, нәтиже қандай шығып тұр мына жерде. Жалпы сіздерге видео түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау сәлемет аман болыңыздар.